Шәкәрім Құдайбердіұлы тарих шындығы мен махаббат шындығын еркін меңгеріп жырлаған ақын халқына «Қалқаман мамыр» атты поэмасын ұсынды. Қалқаман мамыр өте күрделі шығарма. Күрделі болатыны ең алдымен туынды арқауы аңызға айналып кеткен. 18 ғасырда қазақ жерінде өткен нақты оқиғаға құрылған. Олай болса, нақты оқиғаның өзінен ауытқымай, халқымыздың салт дәстүрінің өзіндік бояу нақышын сақтай отырып, Қалқаман мен Мамыр сынды қос ғашықтың тағдырын жаңа заман адамдарының көңіліне қонақтата білу үлкен шеберлікті талап ететіні айтпаса да белгілі. Расында да бір жағынан қазақ арасындағы сол кездегі түсінік танымға да баттастырып қара бояуды жаға салуға болмайды. Өйткені жетідаға дейін қыз алыспау дәстүрі қазақ үшін халықтық генофондты таза сақтаудың сенімді жолы болатын. Екінші жағынан еш бұйрыққа көнбейтін махаббат құдіретіне бас имеу тағы да мүмкін емес. Содан да ғой дала заңнан да салмай, көзінің ағымен қарасындай жалғыз қызы Мамырды жамандыққа да қия алмай, екі оттың ортасында қалған Көкенайды сіз жек көре алмайсыз. Қайта жаныңыз езіліп, онымен бірге қайғырып, бірге от болып жанасыз. Өсек аяң желде есіп, басы әңкі-тәңкі болған Көкенайдың ашу үстінде жалғызы Мамырды атып қалғаны, одан кейін қайғыдан белі бүгіліп қызының жансыз денесін құшақтай құлағаны ақтауға келмейтін іс болса да, көңіліңізде аяныш сезімін тудырады. Қалқаман поэманың басында батыр күйінде кездеспейді. Оның бойында толысқан ақыл мен ерекше батылдық барын мына жолдардан анық байқаймыз. Қалқаман қыз айттырмай жүреді екен, Мамырды жас күннен біледі екен. Асықтығын айта алмай іштен жанып, құрбымыз деп құр ойнап күледі екен. Тек шын ғашық адам ғана, пәк кіршіксіз сезім иесі ғана өз сезімін құрықтай алады. Осы шумақтың өзінен ақ Қалқаманның ер жігітке тән ұстамдылық танытқанын байқауға болады. Қалқаманның Мамырды алып қашуы адал махаббат, шынайы сезім нышаны. Олай болмағанда қай ер жігіт өз еліне қыз үшін қарсы шықсын. Демек Қалқаман бейнесі нағыз ер жігіттің сөзін ісімен дәлелдеуге даяр батыр бейнесі. Қалқаман Мамыр поэмасындағы Мамыр бейнесі әрине айрықша маңызды. Өйткені Мамыр поэмадағы басты қаһарман, ол шынайы бейне. Ауылда еркек шара болып өскен байдың қызы. Әйтсе де ол әке даңқымен бой түзеген ақылсыз да жан емес. Өзін қаншалықты еркін ұстап, қарына құрық іліп, жігіттермен қатар жылқы бағып жүрсе де, оның бойында қазақ қыздарына тән нәзіктік те, ибалық та, саналылық та бар. Мамыр сүйкімді, сұлу, өр мінезді, өжет қыз. Қалқаман Мамырдың ісіне ескі қазақтар теріс көзімен қараса да, осы күнгі көзі ашық көкірек ояу жандар қос ғашықтың жазықсыз құрбандыққа шалынып, кінәсіз жазаланғанын біліп, дұғаларына қосса дейміз. Сол асық жандардың өзі кетсе де ізі жоғалмасын деген оймен жазылған поэмадан үзіндіні сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Мамыр жылқы бағады күндіз барып, қонақ келіп қолына құрып алып, Қалқаман Мамыр менен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіпті, кез болып қалып. Жігіт сонда қызға өзін сүйдірмекке, асық болса оны да күйдірмекке. Жұмбақ мысал сықылды бір сөз айтты, көңіліндегі мақсатын түйдірмекке. Ей Мамыр, адамды Алла жаратыпты, Хауананы адамға қаратыпты. Бірін еркек, біреуін әйел қылып, екеуінен көп жанды таратыпты. Ол кезде жерге талас қазақ қалмақ.
атысып, ауыл шауып, жылқыны алмақ, бір соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықтының бәрі де тойға бармақ. Той қылған орта жүзде Сәмеке хан, жиылды той болған соң бірталай жан. Бай бәйбіше, үлкендер сонда кетіп, жас жігіт қыз келіншек үйде қалған.